Сәулет терезе алдында тұрып көшеге қарап тұрды. Бүгін бір өте оғаш оқиға болды. Бұл оны мүлде есеңгіретіп жіберді. Таңертең әдеттегідей жұмысына жаяу барды. Ол әрқашан жаяу жүретін, әсіресе қарлығаш жоғалған күннен бері. Жалпы ол бұл туралы есіне алмауға тырысатын. Сол оқиға 8 жыл бұрын. Іздеуге тырысты, әрине, бірақ ұзаққа бармады. Ол оның ресми түрде әйелі болмаған. Екеуінде де ағаш бөліміне баруға уақыт жетпей жүретін. Қарлығаш болса әрдайым күліп жүретін. Кейін Сәулет қарлығаштың жүкті екенін білді. Ол жасыруға тырысқанымен бәрібір білініп қалды. Өте қатты қорқып еді. Ештеңе айтқысы келмеді. 3 күннен кейін Сәулет мейрамханадан кешкісін үйге асығып келе жатты. Сол кезде ол әлі де администратор болып істейтін. Қолында гүл шоғы, қалтасында жүзігі бар қорапша. Ал қарлығаш жоқ. Есігі айқара ашық, шарфы жерде жатыр. Басқа ештеңе жоқ. Із де, белгі де қалмаған. Полициядағылар қыз өз еркімен қашып кеткен шығар, деді. Сәулет айқайлап, олай болуы мүмкін емес екенін дәлелдегісі келді. Бірақ тергеуші даусын көтеріп, тыныштал, әйтпесе 15 тәулікке қамаймын, деді. Сәулет орындыққа отырып, бетін қолмен басып отыра қалды. Тергеуші кейін сабырмен сөйлей бастады. Тыңда, адам ретінде сені түсінем, бірақ заң бар. Ол қызға сен ешкім емессің. Оны із-түзсіз жоғалды деп жариялай алмайсың. Айтпақшы, сендер бірге 1 айда тұрмағансыңдар ғой. Сонда ол қай жақтан, қай елді мекеннен екенін де білмейсің бе? Туыстары ше? Ол бұл туралы ештеңе айтқысы келмейтін. Бір айтқаны, оларды ұмытқым келеді, деген. Өзін де түсініп отырған шығарсың. Ештеңе ұрлап кетпегені де таңғаларлық, бірақ кім білсін, адамның ойында не барын. Сол сәтте Сәулет бір түрлі абыржу күйінде болды. Бір жағынан тергеушінің сөзі рас екенін де түсінді. Бірақ сүйетін және сүйікті адам соншалықты жұмбақ бола ала ма? Дегенмен Сәулет қарлығаштың оны шын жүректен сүйгеніне сенімдеді. Егер ол өзі кетуді шешсе, бақытты болсын. Бірақ жүрегінде оның баласын көтеріп жүргені туралы ой тыныштық бермейтін. Сәулет мейрамхана иесі болған ағасын жерлеп, мұрагерлікке кірісті де жұмысқа белшесінен кірісіп кетті. Тәулік бойы сол жерде жүре беретін. Үйге мүлде қайтқысы келмейтін. Өйткені бұл үйде ол бұрын қарлығашпен бірге бақытты болған. Ал қарлығаш кеткеннен кейін осы уақыт ішінде ешкімге ғашық бола алмады. Сөйтіп, бүгін таңертең парктен енді ғана өте бергенде оған бір сыған әйел жүгіріп келді. Сұлу жас жігіт, кел, бал ашайын. Сәулет оған бейжай қарап, кенеттен кідіріп қалды. Алдында тұрған дерлік қарт әйел еді, бірақ көзі жас әрі отты. Бұл қалай болуы мүмкін? Түсініксіз. Сол сәтте ол бөгеліп қалды. Сыған әйел оның қолын ұстай алып, әндете сөйлей жөнелді. Бүгін сені үлкен жаңалықтар күтіп тұр. Соншалықты үлкен. Өзің қатты қобалжисың. Бұдан да бетер қобалжисың. Өйткені бұл жаңалықтар тым алыста қалған өткеніңе қатысты. Жаныңмен байланысты. Шынын айтқанда сен бұл хабарды күтпейсің де. Сәулет аузын ашып қолына қарады. Ол не көрді екен? Көзін көтергенде сыған әйел жоқ еді. Ол бір жағына барып қарады. Сосын кері жүрді, бірақ ешкімді көре алмады. Тіпті сәл үрейленіп қалды. Таң атқалы өзін біртүрлі сезініп жүр. Ол не деді? Ол қалайша бірдеңе білуі мүмкін? Неге Сәулет сенімді болды? Ол қарлығаш туралы айтып тұр ма? Мұн сұрақ, бірде-бір жауап жоқ. Сәулет Алмасұлы. Ер адам селк етіп бұрылды. Есікте администратор тұр екен. Өзі ақылды, бірақ шамадан тыс сақ жігіт. Ана жерде жалпы бір қыз келді. Кедей, қайыр сұрап жүр. Бірақ тамаққа тапсырыс бергісі келеді екен. Қалтасында ақшасы бар ма өзі? Білмеймін, бірақ бар дейді. Жарайды, жүр, барып көрейік. Залдың ең шеткі бұрышында 12 жасар шамасындағы қыз бала отыр екен.
Ол өзіне қарай жақындап келе жатқан Сәулетке үрейлі көзбен қарап қалды. «Сәлем, сәлеметсіз бе? Біздің мейрамханада тамақтанғың келіп отыр ма? Ақшаң бар ма?» «Бар». «Онда сен үшін айырмашылығы жоқ шығар? Тамақтан бұрын төлейсің бе, әлде кейін бе?» Қыз басын изеді де сөмкесінен әмиянын алып шықты. Сәулеттің көзі бірден әмиянға түсті. Әмиян кәдімгідей қымбат, әдемі екен. Қыз ақшасын шығарып жатқанда ішінен бір қағаз түсіп қалды. Ол өзі байқамай қалды. Ақшаны администраторға санап жатқан сәтте Сәулет еңкейіп қағазды көтерді. Бұл кішкентай фотосурет еді. Аударып қарады да сілейіп тұрып қалды. Суреттен оған қарлығаш қарап тұрды. Тура паспортқа түсетіндей сурет. Бірақ бұл бұрынғы емес, ересек, есейіп кеткен қарлығаш болатын. «Бұл сурет қайдан сенікі болды?» деді ол даусын жұмсартып. Қыз қорқып шегіне түсті. Сәулет өзін тез жинап алды. Қыздың қасына жайлап отырды да администраторға белгі берді. «Тамақ әкелсін» деді. «Қорықпа, сенен ақшанды алып қойып немесе ұрам деген ойым жоқ. Мені қызықтырып тұрғаны осы сурет қана. Ол сенің әмияныңда болды. Сен оны ұрладың ба?» Қыз басын шайқады. «Жоқ, базардан тауып алдым». Сәулет ішінен ауыр күрсінді. Неге екенін өзі де білмейді. Дәл осылай боларын сезген еді. Егер қыз әмиянды ұрлаған болса, әлде қашан құтылар еді. Ал мынау еш қорықпай отыр. Демек, үміттің бір ұшы пайда болды. Бірақ сол сәтте-ақ үзіліп кеткендей. «Әмиянды кім түсіріп алғанын көрген шығарсың?» «Көрдім. Басқа адам болса қайтарып беретін едім. Ал мынаған жоқ». «Мынаған дегенің кім?» «Қап-қара киінген бір кәрі әйел, құдды бір сектаның адамы сияқты. Өте дөрекі. Базардағы көкөніс сатып тұрған әжеге айқайлап жатты. Сонда ұятсыз ұрысқақ. Ол қайда кеткенін білесің бе?» «Білем, артынан ілестім. Ақшасын пайдалануға бола ма, болмай ма, соны тексергім келді. Базардың артқы жағында оны бір ескі көлік күтіп тұр екен. Өзі де, көлігі де әбден ескірген, тозған. Басында қара орамал». Сәулет ауыр күрсініп біраз ойланып қалды. Сосын қызға қарады. «Бұл таксистер тұратын жер емес пе?» Қыз басын изеді. Ол тамаққа бас қойған еді. Сөйлегісі келмеген, бірақ үнсіз келісімін берді. «Иә, сол жерде. Тіпті Мақсат көкеге де айқайлады. Машинасымен жолын жауып қойды» деп. «Саған көп рахмет. Бір күні қатты ашығып қалсан, осы жерге кел. Қарныңды тегін тойдырамыз». «Шын айтасың ба?» «Иә, шын айтамын». Сәулет администраторға бір сәтке шығып кеткенін айтып, асығыс базар жаққа бет алды. Алғаш рет көлігі жоқ екеніне өкініп тұрды. Абырой болғанда таксист Мақсат көке орнында екен. Оны бұл маңда бәрі танитын. Такси айдай бастағанына біраз жыл болды. 18-ге толған сәттен осы іспен айналысып келеді. «Сәлеметсің бе, Сәулет Алмасұлы?» деді ол таңырқап. «Бүгін бір түрлісің. Тіпті мені өзің іздеп келгенің таңғаларлық. Бірдеңе болды ма?» «Мақсат көке, көмегіңіз өте керек. Бүгін сіз мына жерде қара киім киген бір әйелмен ұрысыпсыз. Рас па?» «Рас, түкке тұрмайтын жан. Тепсе темір үзетін, бірақ есі дұрыс емес біреу сияқты». «Не біліп жатырсыз солар жайлы? Қайдан келген, машинасы қайда?» «Біраз нәрсе білемін. Ұрысқаным сол әйелдің өзі. Олардың анасы болса керек. Тепсе темір үзетін, ақылы ауысқан. 5 пе 6 ма қызы бар дейді. Барлығы сонымен бірге тұрады. Өз заңымен өмір сүреді екен. Қыздары тыңдамаса, сабап, жертөлеге қамап қояды дейді жұрт. Өз басым сенбеймін, бірақ өсек аян көп. Қыздары үй ауласынан ешқайда шықпайды. Еркек атаулы жоқ. Мүмкін діндерінде солай шығар, кім білсін. Бір сөзбен айтқанда ерекше отбасы». «Қайда тұрады, білесіз бе?» «Иә, қаладан сәл сыртта, шаруашылық сияқты жерлері бар. Сол жақта». «Жүріңізші, жолда бәрін айтып берем». Мақсат көке басын изеді де көлігінің есігін ашты. Олар 2 сағаттан астам уақыт бойы үйдің сыртындағы ағаш көлеңкесінде тұрды. Ауладан ешқандай қимыл байқалмады. Бәрі ұйықтап жатқандай. Екеуі енді кетпекші болғанда, кенеттен ауладан қара киім киген бір әйел шығып, бір нәрсе деп айқайлады.
Содан кейін аулада қозғалыс басталды. Бірі сиыр айдап шықты, бірі шелекпен су тасып жүр. Сәулет ауладағы көрініске көз жүгіртіп еді. Арасында бір қыз бала да жүр екен. Тура қалғандары сияқты киінген. Сәулет Алмасұлы, анау мүмкін сіздің қызыңыз шығар, деді Мақсат көке жай ғана. Сәулеттің денесі мұздап кеткендей болды. Құдды бір жүрегі тоқтап қалғандай. Солай болса ше, мен мына тозақтың ордасын қазір қиратып тастаймын, деп көлік есігін аша бергенде Мақсат көке қолмен тоқтатты. Тоқта, асықпа, мүмкін оларда қару бар шығар, құжаттары да дайын тұрған болар. Бірдеңе істемей тұрып, олардың қалаға шығуын күткен дұрыс, сосын әрекет қыласың. Олар қалаға қайта оралды. Сәулет ең жақын достарына хабарласып, бәрін үйіне жинады. Жалғыз өзім мұны шеше алмаймын. Бір қателік жіберіп алуы мүмкін. Сондықтан көмектесіңдерші, кеңес беріңдер. Сол күннен бастап әлгі отбасының үйін бақылау басталды. Полицейлерге бару бос әурешілік еді. Бұрында көмектеспеген, енді көмектесер деп үміттену бекер. Сәулет болса, қарап отырмай отбасы туралы мәлімет жинаумен айналысты. Ақпарат көп емес, бірақ біртіндеп жинай берді. Бұл отбасы қала маңындағы ауылға белгісіз жақтан көшіп келіпті. Анасы мен 5 қызы. Үйде ер адам болмаған. Алғаш келген бетте олар ауласына биік қоршау орнатқан. Содан кейін мүлде сыртқа шықпаған. Көрші қоланмен сөйлеспеген. Ақыры бір күні анасы қыздарының бірімен бірге қалаға шыққан. Сол сәтті пайдаланған Сәулет 2 досымен бірге әлгі жерге бет алды. Бір досы әзілдеп, қорғанды шабуылдауға барамыз, деді. Үйге таяған сәтте бәрі кілт тоқтады. Аулада қара киінген 4 жас әйел мен бір кішкентай қыз тұр екен. Қарлығаш солардың бірі. Кішкентай қызды бауырына басып, көзіне жас алды. Сен мұнда қайдан жүрсің? Маған бұл жерден кетуге болмайды, деді сыбырлай жылап. Сәулет оның жанына жетіп барды. Мен сені алып кетемін, естідің бе? Бұл не деген азап, не деген құлдық, деп жанұшыра сөйледі. Ол қарлығаштың қолындағы көгерген іздер мен кішкентай қыздың бетіндегі көгала тамбаларды көріп шошып кетті. Полицияны шақырыңдар, деді ол. Жас әйелдер бастан кешкен сұмдықты баяндағанда бәрінің төбе шашы тік тұрды. Қара киімді әйел расында олардың анасы екен. Бір кезде күйеуі болған, бірақ ол қатыгез жан болған. Қыздар әкелерін анық есіне түсіре алмады. Тек зорлық-зомбылық көргендерін ұмытпаған. Бір күні әкесі сарайда жұмбақ жағдайда қаза тапқан. Барлығы мұны анасы әдейі жасаған деп болжаған. Содан кейін олар басқа жаққа көшіп келіп, бәрі артта қалады деп үміттенген. Бірақ анасы есінен адасқандай. Қыздарын қатаң тәртіппен ұстаған. Аз ғана қателік үшін жазалап, сабаған. Уақыт өте келе қыздар бағынуды үйренген. Анасы оларға өзін Құдайдың елшісі етіп көрсеткен. Тіпті үйде қасиетті рәсімдер өткізетін болған. Сендер түк емессіңдер. Сендердің жалғыз міндеттерің мені тыңдау, дейтін. Қыздар таң атқаннан күн батқанша шаруашылықта жұмыс істейтін. Ал анасы үлкен қызымен бірге барлығын сатып ақша тауып отырған. Бұл өмір нағыз тозаққа айналған. Жас әйелдердің бәрін ауруханаға жатқызды. Әр қайсысына жеке психолог бекітілді. Олар өзге түсті киім кигеннен ақ дірілдейтін, көз жастарын тия алмайтын. Анасы психиатриялық клиникаға жіберілді. Алғашында өзін қорғауға тырысқан, бірақ артынша заттарын жинап, ізім қайым жоғалды. Сәулет іштей мұндайды басқа жерде де қайталауы мүмкін, деп сезді. Сол күні Сәулет қарлығашпен кішкентай қызды үйіне алып келді. Жол бойы бәрі үнсіз отырды. Қыз анасына тығылып, Сәулетке үрейге толы көзбен қарап отырды. Оның жанарына қарау жанды ауыртатын еді. Үміт пен қорқыныш қатар өрілген. Үйге келген соң қарлығаш ақырын диванға отырды да көзіне жас парлап, «Мен сені енді ешқашан көрмеймін деп ойладым», деп сыбырлады. Сәулет те жанарынан жасты зорға тыйды. Қолын созып, «Қарлығаш, Сәулет, танысып қой, бұл Айша, сенің қызын», деді ол дірілдеген дауыспен. «Мен қатты қорықтым.
олар мені тауып алады деп ойладым. Үміттендім. Егер некелеспесек, көшеге шықпасақ, бізді ешкім таппайды деп ойладым. Анасы мен қызын ұзақ іздеді. Анасы үмітсіздікпен мені ұрып-соғып, түсік тастаймын деп үміттенді. Бірақ бұл болмады. Біздерде еркекпен қарым-қатынас ең ауыр күнә саналды. Анам ер адамдарды адам деп есептемейтін, оларды жою керек деп айтатын. Мен ұл туамын ба деп қорықтым. Ал анам, егер ұл бала туылса, оны бірден жоқ қыламын деді. Ұл бала адам емес, бірақ менің қызым Айша дүниеге келді. Оған өмір сүруге рұқсат берілді. Қарлығаш, бұл қандай сұмдық? Мұндайға қалай төзуге болады? Деп Сәулет таңырқап сұрады. Біз тек сендік, бірақ одан да қатты қорықтық, деді Қарлығаш терең күрсініп. Сәулеттің жүрегі ауырды. Қыз анасына жабысып, одан бір елі ажырамады. Ол Сәулеттен қатты қорқып дірілдеп тұрды. Сәулет не істемеді, барынша жақындасуға тырысты. Бірақ Қарлығаш пен Айша да алғашқыда одан шошынып жүрді. Сәулет тіпті есінен адаса жаздады. Ол олардың барлық қара киімдерін алып тастап, жаңа киімдер сатып алды. Бірақ ештеңе көмектеспеді. Бір күні ол жай ғана отырды да басын салбыратып, мен енді не істерімді білмеймін. Қарлығаш, егер мен саған қажет болмасам, мен сендерге үй алып беремін де, сендерге ешқашан кедергі келтірмей кетемін. Қыздың көзінен жаймен жас сырғып түсті. Кенет Айша анасынан бөлініп Сәулетке жақындады. Қолы дірілдеп тұрды. Бірақ ол Сәулеттің көз жасын сүртіп, жылама, сен жақсысың. Жылама, деді ол қорқып. Сәулет қолын созып, Айша оның қолын ұстады. Ол қыздың көзіне қарап, сен анама жамандық жасамайсың ғой, деді. Әрине жоқ, мен ананды өте жақсы көремін, деді Сәулет, оның көздеріне қарап. Сені де жақсы көремін. Айша оған жақындап қолын құшақтады. Қарлығаш жылап олармен бірге құшақтасты. Олар ұзақ уақыт бойы диванда бірге отырып, енді бәрі жақсы болатынын, болашақта не істерін тыныш әрі бақытты түрде талқылады. Кенет Сәулеттің есіне әлгі кедей қыз түсті. Білесің бе, егер біз үйленсек, онда сол қызды асырап ала аламыз. Мен сендерді ертең таныстырамын. Жарты жылдан кейін Сәулет күн сайын жұмыстан асыға үйіне сүйікті жұбайы мен сүйкімді қыздарына оралатын болды.